Сенім деген сөзді қалай түсінесіздер? Қандай адам сенімге ие бола алады? Белгілі жазушы Ілияс Есенберлиннің сенім бұл бір күш. Өзгенің сеніміне қарап, адам өзінің бойына қайрат, қиялына қанат бітіріп, сол сенімді ақтаймын деп, қандай қиын жол болса да жанын аямай алып шығарады деген сондай бір керемет сөзі бар емес пе? Жалпы сенімге байланысты көптеген ұлағатты сөздер де бар. Абай атамыздың өзіңе сен, өнерің мен біліміңді екі жақтап дегенде сенімге байланысты керемет сөздер айтылған. Жалпы айта берсек, өзіңе сенімділік туралы, жалпы сенім туралы көптеген мағлұматтар беруге болады. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Сенімділік жетістіктің кілті бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы өзіңе деген сенімділік бұл адамның бойында таптырмайтын қасиеттердің бірі ғой. Өйткені өзіне сенімді адам ол биіктерге жетіп, қалаған нәтижесіне қол жеткізеді емес пе? Мысалы, мектеп кезінде біз белгілі бір пәннен сабақты түсінбей жатамыз. Сол пәннің мұғалімнен сұрақтар қойып білмегенімізді сұраймыз. Ал сол мұғалім сол пәннің болашақта оқушыларына, студенттеріне жауап бершін, сол пәнді инемен құдық қазғандай кәдімгідей біліп, оқып, жаңағыдай іздену арқылы, өзіне сенім арқылы сол пәннің белгілі бір маманы болып, сол үйренген дүниесін, білген дүниесін өзінің оқушыларымен, студенттермен бөлісер емес пе? Жалпы сенім деген бұл өте бір жақсы. Ал бұл қасиет адамның өзіне деген сенімділігі. Бұл бала кезінен қалыптастыру керек. Сенімділікпен ақыл ойды ұштастыру керек. Яғни адам бойында сенім болған жағдайда ол үмітпен өмірге деген қызығушылығы арттыра бастайды. Әрине адамның бойында сенімділік болған жақсы, бірақ кейде адамның бойында сонымен қатар жағымсыз қасиеттер де орын алып жатады. Кейде өзіне сенімді, тым сенімді болған адамның бойында өркөкіректік, тәкаппарлық, менмендік қасиеттер де жүре бастайды. Сенім тек өзінен бөлек, өзгелерден бөлек, яғни қоғамдық деңгейде, әлемдік шеңберде де көрініс алады. Мысалы, мемлекет тарапынан олимпиада болады, бүкіл дүние жүзінде. Сол кезде әр мемлекет өнер саласында болсын, спорт саласында болсын, сол біздің мемлекетіміздің атын шығарады деген мен деген өзіне сенімді, еңбекқор адамдарды сонау халықаралық олимпиадаға жіберіп жатады. Солардың бірі Ермахан Ибраимов, Бекзат Саттарханов, айта берсек өте көп, өнер саласына жүрген Димаш Құдайбергенов өзінің әніменен, өзінің даусыменен бүкіл әлемге Қазақстанды паш етті емес пе? Осы спорт саласында, өнер саласына жүрген қаншама біздің жаңағыдай Қазақстанның атын шығарып жүрген өзіне сенімді өнер адамдары, спорт саласына жүрген қаншама мамандар бар. Міне, солардың бір жағынан еңбегі арқылы, өзіне деген сенімділігі арқылы осылай жаңағыдай Қазақстанның да атын шығарып, сондай бір басқаларға, өздерінің артынан ерген аға іні бауырларға, ұрпақтарға үлгі ретінде үлкен ойып тұрып, аттарын қалдырып, өздерінің еңбектерімен көрсету арқылы, еңбектену арқылы үлгі бола білді. Құрметті тыңдармандар, жалпы адам еңбектену арқылы жаңағыдай өмірге деген үміті мен қызығушылығын арттырады, өз құндылығын түсіне бастайды, өз мүмкіндіктерімен қабілетін ашуға ықпалын тигізеді. Құрметті тыңдармандар, ендеше осы сенімділікке байланысты тағы бір айтатын дүние, әрине адамның өзіне сенімді болған жақсы қасиет. Бірақ біз кейде өзімізге сенім артып, біз Құдайға деген сенімді артқа қалдырып, көп жағдайда соны елеп ескеріп жатпаймыз. Ендеше қазір бірер минуттан кейін сіздерге осы сенімділік, яғни Құдайға сенімділік пен өзіңе сенімділік туралы соның айырмашылығын сіздерге айтып бергім келеді.
Қазіргі кезде өзіңе сенімді бол деген сияқты көптеген тренингтер, кітап дүкендеріне кіріп қалсақ, өзіңе сенімді болу туралы әртүрлі авторлардың кітаптарын сатып алып, яғни біліміңді одан сайын шыңдандыруға болады. Алайда Құдайға деген сенімді артқа қойып, өзіміздің күшімізге, білімізге тым сеніп, артынан кейін көңіл қалатын көптеген дүниелер болады. Адам баласы өзіне сұрақ қойып жатады. Бұл қалайша? Мен жылдар бойы еңбектендім, жатпай тұрмай түн ұйқымды 4 бөліп оқыдым, тоқыдым, білім алдым, іздендім. Қалайша мен бұл жетістікке жетпей қалдым? Бұл қалай болғаны? Мен сондай едім ғой, мен бұндай едім ғой деп айтып жатады. Бірақ біз бір нәрсені ұмытамыз: Құдайға деген сенімді арттыру. Осы бүгінгі тақырыпқа байланысты мен қысқаша бір мысал айтқым келеді. Екі адам жүгіру жағынан жарысқа қатысады. Екеуі де талмай еңбектенеді, жүгіреді, күнде жаттығу жасайды, күніге 3-4 рет кәдімгідей жаттығу жасап, залға барып, немесе алаңға барып, кәдімгідей бірнеше шеңбер айналып, яғни өзінің бойындағы жүгіру жағынан қасиетін арттырып, еңбектеніп жатады. Сөйтетте жаңағы жеңіс кезінде, яғни сол жарыс кезінде, кешіріңіздер, жүгіру жарысы басталады. Екі адамның біреуі, екеуі де еңбектенген, бірақ соның біреуі жеңіске жетеді. Ал жаңағы мен еңбектендім, мен бұлай жасадым, бұлай жасадым деп өзіне тым сенімді артып алып, бірақ бұл қалайша болды екен деп көп жағдайда көңілі қалып, ары қарай сол мамандықта, сол саланы ары қарай жалғастырмай, жаңадай өзіне деген сенімсіздік пайда болып, көңіл қалатын көптеген дүниелер өмірінде болып жатады. Ал бұл қалайша? Содан жаңағы журналистердің біреуі сұрап жатады: сіз мысалы бүгін жүгіру жағынан бірінші орынға ие болдыңыз. Қалайша сіз осы бірінші орынға ие болдыңыз? Ол сіз еңбектендіңіз, жалпы еңбектену сізге сондай бір қиынға соқты ма? Деген кезде әлгі бірінші орын алған бала айтады: мен ең бірінші, мен еңбектендім, күніге жаттығу жасадым, бірақ мен өмірімде Құдайды бірінші орынға қойдым. Құдайға сенімді артып барып, мен сол жүгіру алаңына бардым. Ең бірінші кезекте, Құдай адам баласының еңбектеніп, талмай ізденгенін қалайды. Сонда Құдай оған бар мүмкіндікті беріп, жетістікке жетуге көптеген жолдарын, көптеген мүмкіндіктерін беріп жатады. Екінші, көңіл қалған адамнан журналист сұрақ қояды: ал сіз бүгін орынға ие бола алмай қалдыңыз, 3-ші орынға ие болдыңыз. Жалпы 3-ші орынға ие болуда сіз қандай сезімде жүрдіңіз дегенде, әрине менің көңілім қалды, бұл қалайша болды? Мен, білесіз бе, сол 1-ші орын алған адамнан да көп жаттығу жасадым. Ол күніге 2-3 рет жүгірсе, мен 5-6 рет жүгірдім. Ол 2-3 рет шеңбер жүгірсе, мен 5-6 рет жүгірдім. Бірақ бұл қалайша болды? Шыны керек, бұл жерде бір әділетсіздік болған сияқты, мүмкін емес деген сияқты, сондай бір сенбейді. Көз алдында 1-ші орынға ие болған адам, ол жүгірді, бірақ ода Құдайға деген сенім болды. Көрдіңіздер ме? Жаңа мен эфир барысында айтып кеттім, кейде мына өзіне деген сенімділік адамды менмендікке, тәкаппарлық, мақтаншақтыққа алып келеді. Міне осы тұста біз өзіңе сенімділік пен Құдайға сенім арту туралы айырмашылығын біле жүрейікші. Тағы айта кететін жайт, бүгінгі тақырыпта сенімділік жетістіктің кілті деп жатады. Сенімділік өзіне сенімді адамның, яғни ол қандай адам? Еңбекқор, ізденімпаз, Құдайға сенім артатын, жаңадай өте сондай бір еңбекқор болып, талмай еңбектенетін адамдарды сенімді адамдар деп те айтуға болады. Бірақ біз мына жерде, кейде бір маңызды дүниені айтқым келеді. Көзге көрінбейтін дүниелерге біз сенеміз бе? Мысалы, мен өзімнің 9 жасар балама айтам.
Ескендір, сен ана бөлмеге кірген кезде оң жағыңда сөре тұрады, яғни шкаф. Сол шкафтың бірінші есігін ашқан кезде бірінші полкада, бірінші қабатында кітаптар тұрады. Сол үшінші кітапты алып келші деген кезде ол, яғни менің анасының айтқан сөзі арқылы тура сол жолмен барып, сөрені ашып, бірінші қабаттағы үшінші кітапты маған алып келеді. Ал өмірде оның барлығын бізге егер Құдай, ертең сен осындай жерге барасың, 2 жылдан кейін сен осындай дүниені ашасың, содан кейін сенде осындай ақша болады, ол ақша былай келеді деп бәрін бізге жоспарды алдымызға қойып берсе, біз әрине, бізде сенім деген нәрсе болмайды. Бірақ біз кейде осындай өмірде өмір сүріп жатқан кезде ойлаймыз, сенім дегеніміз не? Бұны рухани тұрғыдан қалай түсінуге болады? Сенім дегеніміз бұл көзге көрінбейтін дүниеге сенім арту, бұл Құдайға ең ұнамды қасиеттердің бірі. Біз білмейміз 1-2 жылдан кейін не болатын, 1 айдан кейін не болатын. Біз жоспар құрамыз, біз армандаймыз, біз әрекет жасаймыз. Бірақ онымыз бола ма, болмай ма, оны біз білмейміз. Бірақ алдыға қарай ұмтыла береміз, еңбектенеміз, әрекет жасаймыз, жолдарын іздейміз. Ең бастысы жан дүниемізде соны Құдайдан сұрап, Құдайға деген сенімімізді артамыз. Келі жазбалардың бірінде Нұх пайғамбардың кезінде жер бетін топан су басқан. Яғни жер бетінде күнә өте көп болды. Адамдар азғырыла бастады. Өте жаман жолдарға түсе бастады. Азғырушылықтың көкесі шегіне жеткен кезде Құдай жер бетіне топан суды жібереді. Нұх пайғамбарға айтады, сен кеме жаса дейді. Сол кеменің ішіне қосағымен қос-қостап жануарларды, аң-құстарды кіргіз, бала-шағаңды кіргіз. Не ішем, не кием, оның барлығын ойлама. Қай кезде топан су бітетін мен саған өзім айтып отырамын дейді. Бірақ қашан, қай кезде нақты екенін айтпайды. Нұх пайғамбар іштей сенімін артып Құдайға үлкен кеме жасайды. Адамдардың бәрі күле бастайды. Бәленбай жылдан бері жер бетінде суда болған жоқ, жаңбыр да жауған жоқ. Бұл не деп кемені құрастырғалы отыр деп кәдімгідей мазақтап күліп отырады. Бірақ Нұх пайғамбар ешкімді тыңдаған жоқ қой. Ол Құдайдың айтқанын ғана тыңдады. Солай Құдайдың жоспары жүзеге асырылып, топан су шегіне жеткен кезде есікте бәрі жабылып, міне Нұх пайғамбар өзінің отбасымен сол кемеде біраз айлар болады. Мұса пайғамбар өзінің Израиль халқын құлдықтан шығару үшін жаңадай фараонның алдына неше мәрте барады. Құдайдың ескертуін айтып барады, бірақ фараон тыңдаған жоқ, перғауын. Ол бәрібірде Израиль халқы құлдықта өмір сүреді. Олар былай жасайды, былай істейді деді. Бірақ Мұса пайғамбар Құдайдың айтқанын тыңдап, ол сонда да бара берді. Қаншама рет перғауын ашуланса да, ол сенімін жоғалтпады. Сөйтті де күндердің бір күнінде өзінің Израиль халқын сол Египеттен құлдықтан шығарды. Сол кезде Мұса пайғамбарға оңай болды ма? Әрине оңай болған жоқ. Ол бүкіл сол халықты алып кете барды Египет қаласынан. Тамақ та жоқ, су да жоқ, еш нәрсе де жоқ. Сол кезде Израиль халқы барлығы да Мұса пайғамбарды кінәлай бастады. Неге сен бізді Египеттен алып шықтың? Сол жерде өмір сүре бергеніміз жақсы еді ғой. Ол жерде тамағымыз бар, әйтеуір бір жейтін дүниеміз, тамағымыз бар еді ғой. Сен неге алып шығардың? Сен одан да бізді қайтадан сонда апар дейді. Бірақ Мұса пайғамбар олар тыңдамай, ол Құдайға деген сенімін артырып, алдыға қарай жүре береді. Соңында ол жетістікке жетеді. Израиль халқы да сол кереметтің барлығын көріп, сондай Құдайға деген сенімін арттырып, міне сондай сенімділік пайда болды осы пайғамбарларда.
Қарап отырсақ, бұл біздің заманымызға дейінгі қаншама жылдар бұрын болған. Мұса пайғамбардың өмірінде, Ибраим пайғамбардың өмірінде, Нұх пайғамбардың өмірінде. Ал кейде, міне, сондағы менің айтпағым, егер осы жерде біз Құдайды бірінші орынға қойған кезде, біз оның жолына, оның сөзіне, оның іс-әрекетіне, оның жоспарына, оның киелі сөздеріне сенім артамыз. Ол бізді үшін бәрін жасайтын болады. Егер де адам бірінші орында өзінің сенімділігін емес, Құдайға сенімділігін, сосын барып өзіне деген сенімділігін қойған кезде ғана барып, Құдай бізге барлығында жасайтын болады. Өзімізге деген сенімділігіміз бен Құдайға деген сенімділік, яғни сенімділікті артатын болсақ, біз оның күшіне билік береміз. Және осы тұста біз өзіміздің қауіпсіз екенімізді білеміз. Әрине, өмірде кейде біз ойлағандай барлығы бола бермейді. Қалайша мен Құдайдан сұрадым ғой, Құдайға сенім арттым ғой, өзімде еңбектендім ғой, сонда мен жылдар бойы еңбектенген дүнием, Құдайға сенім артқан дүнием осылай болмай шықты ма дегенде көңіл қалушылықтар болып жатады. Бірақ осы жерде жаратушы Алла тағала адам баласына не керек екенін барлығын біледі. Ең бастысы, қандай жағдай болмасын, адам баласы жаратушыға деген және өзіне деген тынбай, үзбей сенімділігін тоқтатпау керек. Бүгінгі түскі шай бағдарламасында сенімділік жетістіктің кілті туралы біз өмірде алынған мысалдарды да және рухани тұрғыдан алған мысалдарды да сіздерге барынша айтып беруге тырыстым. Бүгінгі тақырып сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер қандай да бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, эфирдің астына комментарияға қалдырып, ой-пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Ал біз сіздердің жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз, сұрақтарыңызды жауапсыз қалдырмай жауап беруге тырысамыз. Сіздермен болған мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.